Ол жер бетіне симай кеткен алаш арыстарын кеудеме сыйдырып жүрегіме жерледім дейді. Жүрек сөзінің бүгінгі кейіпкері 24 жасында дарын сыйлығының иегері атанып, 25 жасында 9 кітаптың авторы болған Елдос Тоқтарбай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сонау Астана төрінен қалай жеттіңіз? Жақсы. Туған жер, туған ел боласын сағынып, аңсап, қызығып жетеміз. Әр келген сайын қуанышпен. Әңгімемізді біз әдетте кейіпкердің өмір баянынан бастайтынбыз, балалық шағынан бастайтынбыз, шығармашылығынан бастайтынбыз, еңбегінен бастайтынбыз. Бірақ бүгінгі әңгімені мен сіздің ой пайымыңыздан бастағым келіп отыр. Себебі 25 жасында кез келген адам сіз сияқты еңбек жасауы екі талай. Сізді тарихшыларда, әдебиетшілерде, тіпті балаларда жақсы таниды. Жасыратыны жоқ, ғалымдарды осы үш буынның өкілі бірдей тануы ол кездесе бермейтін жағдай. Ол Құдайдың берген таланты, анамның ақ сүтінен алған, бойыма келген, әкенің қанымен қонған қадір қасиет деп білем. Екінші, мен жастық шағымның бәрін осы оқуға, білімге, архивке арнадым десем де болады. Желік қылмадым. Студенттік кезімнен бастап әр күнім, әр сәтім санаулы болды. Өзімнің алдымдағы мақсатым, мен жер бетіндегі ең соңғы қазақпын деген позицияны ұстанып, тарихқа жаңа дүниелер жазуға, кірісуге бел байлап отырдым. Әр күні кешке жатарда бөлменің қабырғасында ілінген алаш қайраткерлерінің суреттеріне қарап есеп беріп, солардың қиын қыстау заманда жүріп жасаған дүниесінің осы бейбітшілік, бостандық заманда тым болмаса жартысын істеуге, жартысы болмаса да титтей бір бөлімін істеуге бел байлағым келді. Енді балалар жазушысы ретінде, әдебиетте әдебиет сыншысы, зерттеушісі ретінде, тарихта тарихшы ретінде танылсам, ол сол өзімді күнделікті жігерлеп, қамшылап отырғанымның белгісі деп түсінем. Бұмен тоқтап қалмау керек. Болашақта көп дүние жазуға, ойда жүрген дүниелер көп. Құдай тағала қуат берсе, Тәңірі қолыма қалам ұстатты. Қалам ұстатқаннан кейін өзіңді туған халқыңнан, еліңнен, жеріңнен басқаша елестете алмайсың. Халықтың сөзін сөйлеуге, әлеуметтің мәселесін көтеруге міндетті екенсің. Мен өзімді тарихтың жоғалған құндылығын, жоғалған дүниесін іздеп жүрген археолог ретінде елестетемін. Енді мен сізді Барлыбек Сыртанов арқылы танимын. Сол кісіні алғаш демей-ақ қояйық, осығанға дейін шыққан ғой, бірақ арадағы бір 35